Ледяной воин есімді кейіпкер, Майнкрафт әлемінде өмір сүретін батыр. Ол өте күшті және ерекше қабілеттерге ие, әсіресе оның мұзды сиқыры арқасында. Бір күні, Ледяной воин өзінің бейбіт мекенінде тұрған кезде, алыстағы отты таулардан қорқынышты хабар келеді. Онда қорқынышты отты монстрлар пайда болып, бүкіл әлемді жаулап алуды мақсат етеді. Бұл монстрлар тек қана отты тыныспен және отты қылыштармен қаруланған. Олар жолындағы барлық тірі жандарды күйдіріп, күлге айналдыруда. Ледяной воин бұл қауіпті білген соң, өзінің мұзды қылышын қолға алып, отты монстрларға қарсы күреске шығуға бел буады. Ледяной воин ұзақ сапарға шығады. Ол шексіз қарлы далалардан, мұзды тау шыңдарынан өтеді. Оның жолында түрлі сынақтар болады, бірақ ол еш нәрсеге мойымайды. Ол өз мақсатына жету үшін бар күшін жинайды. Ақырында, Ледяной воин отты таулардың етегіне келеді. Онда оны отты монстрлар күтіп тұрады. Олармен бетпе-бет кездескенде, Ледяной воин өзінің мұзды сиқырын қолданып, оларды тоқтата бастайды. Монстрлар оны отты тыныспен шегіндірмек болса да, ол мұзды қалқандарын құрып, оларға қарсы шығады. Сонымен, Ледяной воин мен отты монстрлар арасындағы шешуші шайқас басталады. Ледяной воин мұзды қылышын жоғары көтеріп, монстрлардың бірін артынан бірін жеңеді. Бірақ монстрлардың саны көп, және олар үнемі күшейіп отырады. Ледяной воин өзінің барлық күшін жинап, ең соңғы және ең мықты отты монстрмен шайқасады. Бұл шайқас өте ұзақ және қиын болады, бірақ Ледяной воин өзінің мұзды күшімен оны жеңіп шығады. Отты монстрлардың бәрі жеңілген соң, әлем қайтадан бейбітшілікке оралады. Ледяной воин өзінің батырлығымен бүкіл Майнкрафт әлемін қорғап қалады. Ол қайтадан өз мекеніне оралып, өзінің жаңа жеңістерін атап өтеді.